Bismillahirrahmanirrahim. Durusu Nahu kitabını жалғастырамыз. 3-ші толымы әннің жасырын түрде насып қылатын жағдайлары. Ән жасырын түрде насып қылатын келесі жағдайы фә'у сәбәбиядан кейін. Фә'у сәбәбия дегеніміз не? Фә'у сәбәбия деген фә деген әріп. Фә деген харф. Бұл өзінің алдыңғы нәрсе себебі болады. Себебі, ал одан кейінгі нәрсе нәтижесі екенін білдіреді. Фә сәбәбияның алдыңғы келген сөйлем себебі, одан кейінгі келген сөйлем нәтижесі екенін білдіреді. Және де фә сәбәбия болу үшін алдында екі нәрсенің біреусі келу керек. Немесе нәфи келу керек. Нәфи дегеніміз ләм, ләйсә, мә деген сияқты сөздер. Немесе талап келу керек. Не келу керек? Талап келу керек. Талап дегеніміз бір нәрсені талап ететін сөздер. Әмір, нәхи, хәб, ар, истифхам сияқты. Тәмәнни, тароджи сияқты. Енді осыларды кішкене тоқталып өтейік. Бірінші мысал. Ләм яджидда фәяджида дейді. Ләм яджидда ол ынталанбады, тырыспады. Фә яджида. Егер ынталанып тырысса еді, табар еді. Бір нәрсені табар еді. Бірақ ол не істемеді, ынталанып тырыспады. Яғни фә деген себепті білдіретін фә. Оның алдыңғы нәрсе себебі, оның кейінгі нәрсе нәтижесі екенін білдіреді. Ләм яджидда ол тырыспады, фә. Егер де ол тырысса еді, не істер еді? Табар еді. Бірақ ол тырыспады. Сол үшін таппады деген сияқты. Осындай мағынаны білдіреді. Енді ұзақ болып кетті аударған кезде қазақшаға десек, қысқаша түрде былай аударуға болады. Ләм яджидда ол тырыспады, фә яджида табатындай. Сен таптың ба десе, ол тапты ма десе, бұзауды мысалы. Ол табатындай тырыспады да ғой. Табатындай тырыспады да ғой ол. Десең не? Таппады деген мағынаны білдіреді. Сондай бір мағынаны білдіреді екен. Яғни бұл жерде фә сәбәбия келіп тұр. Фә сәбәбия болу себебі фәнің алдына нәфи келіп тұр. Міне ләм деген нәфи келіп тұр. Айттық қой, алдына нәфи келсе, мынау не болады? Фә сәбәбия болады. Нәфи дегеніміз ләм, мә, ләйсә, мә деген сияқты нәфиді білдіретін, жоққа шығарды білдіретін сөздер. Енді фә сәбәбиядан кейін мына жерде ән жасырын тұр. Ән міндетті түрде жасырын тұрады. Кейде фәяджида деп мынаны не істейді? Мына сөзді насық қылады. Фәяджиду еді, фәяджида қылып, мына жерде ән жасырын, ән насық қылып жіберді. Әннің жасырын тұратын орны фә сәбәбиядан кейін деген мағынасы осы. Келесі бұл нәфиден кейін фә сәбәбия келеді деп айттық қой. Осыған мысалы. Енді талаптан кейін фә сәбәбия келеді дедік. Талап дегеніміз 8 нәрсені қамтиды. Шатаспасам, 8 ба 7 нәрсе, 8 болу керек. Әмірді, нәхиді, арықты, хәбді, тәмәнниді, тароджи, мына жерде тароджи жазатын, тароджиді қамтиды. Енді мысал беріп өтейік. Мысалы, жуду, жомарт болыңдар, фәтәсуду, басшы боласыңдар. Жомарт болыңдар, басшы боласыңдар. Яғни жомарт болыңдар, егер жомарт болсаңдар, нәтижесінде басшы боласыңдар деген мағына білдіреді. Мына себебі, мынау оның салдары болады. Бұл жерде фә сәбәбия болып тұр. Және де фә сәбәбия деген мына жерде ән жасырын тұрып, мына жерде не істеп жатыр? Насып қылып жатыр. Фәтәсуду мансұб, аламаты насбихи хасбунун. Нұның тұспауы насып белгісі болып тұр. Яғни мин амсилати хамза, өйткені мынау фи'л амсила хамзаға жатады. Келесі мысал, яғни талапқа бірінші әмір жатады, екінші талапқа нәхи жатады. Мысалы, лә тәжіл фәдәндама, лә тәжіл асықпа, фә асықсаң, егер де асықсаң, оның нәтижесінде өкінесің. Міне, егер асықсаң, оның нәтижесінде өкінесің деген мағынаны білдіреді. Себебі мынау нәтижесі. Нәхиден кейін, нәхи талапқа жатады. Нәхиден кейін фә сәбәбия келсе, одан кейін не болады? Ән мына жерде жасырын тұрады да, мынаны насып қылып жатыр. Келесі арт дегеніміз
мынандай харфтерден кейін келеді. Әла, әлла, хәлла деген харфтерден кейін келеді де бұйрықты білдіреді, бірақ жұмсақтықпен сөйлеген бұйрықты білдіреді. Жұмсақтықпен сұраған бұйрықты білдіреді. Жұмсақтықпен екен, оның дауыстырғанынан байқаймыз, немесе сөйлеу мәнерінен байқайды екенбіз. Қолданылған сөздерінен қарап, контексттен байқаймыз. Мысалы, Әла тахиллу бинадина фатукрама. Әла тахиллу, орын алсаңызшы, бинадина, біздің отырысымыздан орын тепсеңізші, орын алсаңызшы. Фатукрама, егер біздің жиналысымыздан орын алсаңыз, фатукрама не істейсіз? Нәтижесінде құрметке бөленесіз. Мына жерде фәсәбәбия келіп жатыр, мына жерде насық болып жатыр, ән жасырып тұр, насық болып жатыр. Әла деген артты білдіретін харф, және де дауыс ырғағынан бұның арты екен байқаймыз. Дауыс ырғағын, менің дауыс ырғағымнан байқайсыздар. Келесі хат. Хат та талапты білдіреді. Арт, хат жатады. Хат деген бір нәрсені сұрайды, бірақ қатаң түрде бұйрықты білдіреді. Керісінше бір дөрекілеу бұйрықты білдіреді. Мысалы, хәллә катабти иля ахика фаттахтура. Бауырыңа хат жазбадың ба? Хат жазбайсың ба? Жазсайшы хатты деген сияқты. Хат жазсайшы бауырыңа фаттахтура. Егер хат жазсаң, соның нәтижесінде ол келеді. Осы жерге келеді. Харф кеп тұр, тахтит харфы кеп тұр. Тахтит харфтер мен ар харфтер екеуі бірдей, екеуінің айырмашылығы дауыс ырғағымен болады. Тахтитте дауыс ырғағы қатаң дөрекілеу болады. Мына жерде жұмсақ нәзік болады. Хәллә катабти иля ахика фатукрама. Мына жерде насық болып жатыр екен. Келесі ненің түрі тәмәнниден кейін ләйта кавакиба тарнули фа анзима. Келесіндегі тәмәнни жатады. Мысалы, ләйта кавакиба шіркін жұлдыздар тарнули маған жақындаса ғой, фа анзима мен оны шіркін маған жұлдыздар жақындаса ғой, фа анзима мен оны егер жақындаса тізетін едім жұлдыздарды. Мақтаудың моншағына фәма арды ләкум кәләми, менің сөзім сіздерді разы ете алмайды. Не туралы айтып жатыр? Сарай ақын туралы айтып жатыр. Ақын патшаны мақтайтын болған, сондай жұмыс болған баяғыда ақша үшін. Сөйтіп мақтап, бір ақын не істей алмай қойған, мақтау бітіп қалған. Сосын не мақтарын білмей айтқан шіркін деген. Егер де жұлдыздар маған жақындаса ғой дейді, сол жұлдыздарды моншақ қылып тігіп беретін едім дейді, тізіп беретін едім дейді. Мақтаудың моншағы қылып тізіп беретін едім дейді. Ал менің сөзім жетпейді ғой сені мақтауға, патшама, сөз жетпейді ғой саған деп. Не деген? Соны айтып жатыр. Ләйта кавакиба шіркін жұлдыздар тарнули маған жақындаса ғой, фа анзима. Мына жерде фа деген фа сәбәбия болып жатыр, өйткені оның алдына тәмәнни харф келіп жатыр. Ләйта деген бір нәрсені тілеу харфы. Фа сәбәбия ғой, фа анзима. Егер де жұлдыздар маған жақындаса ғой, егер де маған жақындаса, соның нәтижесінде не істер едім дейді. Мен оны тізіп қоятын едім моншаққа деп жатыр. Фа сәбәбия мына жерде ән жасырын келіп тұр, оны насық болып жатыр. Міне осы мәселелерді қазір кітаптан оқып көрейік. Не дейді? Әс-сәлису үшінші дегенді өттік. Ар-рабиу төртіншіні өтеміз ғой. Ар-рабиу төртінші әннің жасырын тұрып насып қылатын орынның төртіншісі. Бa'да фә сәбәбияден кейін дейді. Әл-мәсбуқати би фә сәбәбия екі нәрсемен озылады дейді. Алдында екі нәрсемен біресі келеді. Нәфи келеді. Мысалы, ләм яжида фә яжида. Олар ынталанбады. Егер ынталанса еді, нәтижесінде табар еді. Бірақ ынталанбады, соның нәтижесінде таппады деген сөз. Әби талап, және талаппен алдына келеді. Талап дегеніміз, ватталабы яшмилу, талап дегеніміз қанша нәрсе, жеті нәрсені қамтиды екен, жетеу екен. Әмір, нәхи, арт, хад, тәмәни, таражи. Таражиді мен айтқан жоқпын тақтада, истифхамды айтқан жоқпын. Жақсына жерін оқи саламыз. Мысалы, Жуду ынталаныңдар,
фатасуду, егер жуду, жомарт болыңдар, фатасуду, егер жомарт болсаңдар, нәтижесінде басшы боласыңдар. Ла та'жал, асықпа, фатандама, егер ақсаң, оның нәтижесінде өкінесің. Ала тахуллу, сен орын тепсеңші, сіз орын тепсеңші, бинадина, біздің жиналысымыздан орын алсаңызшы, фатукрама, егер жиналысымыздан орын алсаңыз, нәтижесінде құрметке бөленесіз. Халла катапта, жазбайсың ба, рияхейка, бауырыңа жазсайшы, фа яхдура, егер жазсаң, нәтижесінде ол келеді ғой, дейді. Лайта кавакиба, шіркін жұлдыздар, фаттанднули, маған жақындаса ғой, фаанзимаха, мен ол жұлдыздар тізіп қоятын едім, оқода мадхи, мақтаудың моншағына, фама ардалакум калими, менің сөздерім сіздерді разы қыла алмайды, дейді. Шынымен де сенің сөзің разы болып тұрған ешкім жоқ қазір заманда. Так, келесі. Лаалли, бұл тароджиға жатады. Лаалли, мүмкін мен амлику нисабан, нисапқа иеленетін шығармын. Фа узаккия, егер нисапқа иеленсем, нәтижесінде не істеймін дейді, зекет беремін дейді. Хал тусхи, тыңдайсың ба? Фа ухаддисака, саған, егер тыңдасаң, нәтижесінде саған айтып беремін дейді. Ал-хамису, 5-шіні ертең өтеміз.